Баршаңызға сәлем, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен мен Берген Мұханов және де Қазмет каналы. Бүгін біз сіздермен иммунология тарауына кіретін боламыз, жақсылық тарауы тереңнен қарастыратын боламыз. Иммунитет дегенімізде және иммунитет қалай жұмыс жасайды. Соның барлығын бүгінгі тақырыпта білесіздер. Бүгінгі тақырып ауырлау болады. Егер сіз медик студент болсаңыз, медколледжде оқитын болсаңыз, жалпы медицина саласында жүрген адам болсаңыз, сізге бұл сабақ өте маңызды сіз үшін. Ең бірінші қысқаша иммунитет деген не деген сұраққа жауап беріп кетейін. Енді медколледжде медицина саласында жүрген адам оны білесіз, бірақ енді бір база ретінде айтып кетейік, кіріспе ретінде. Мен иммунитетті бұрыннан мемлекеттегі қорғаныс қызметінде жұмыс жасайтын адамдармен байланыстырамын. Себебі бізде білесіздер, қарапайым көшені бақылайтындар бар, спецназдар бар, жаңағы Ақтау Каспийінде тоже суда жүретін адамдар бар, аспанда ұшақпен жүретін біздің мемлекеттің қорғаушы қызметкерлері бар. Дәл сондай біздің ағзамызда иммунитет сондай қызмет атқарады, бізді қорғайды. Жалпы біздің ағзамызға сырттан бір бөгде зат енетін болса, біздің ағзамыз үшін бөгде зат болып табылатын инфекция, вирус, бактерия, құрт тағысын енетін болса, біздің иммунитет ол бөгде затты жойып тастайды. Себебі ол біздің ағзамыз үшін бөгде. Мемлекетке террорист кірсе, террорист бөгде ғой. Дәл сондай иммунитет үшін де сол бөгде заттар террорист ретінде танылады. Түсінікті. Енді бүгін біз сіздермен қазір сол біздің иммундық жүйеміз қалай жұмыс жасайтынына тоқталатын боламыз. Кеттік, бастайық. Жалпы біздің иммунитетіміз екі түрге бөлінеді. Туа пайда болған иммунитет, жүре пайда болған иммунитет. Бұл дегеніміз не? Туа пайда болған иммунитет бұл біз дүниеге осы иммунитетпен келеміз. Ал жүре пайда болған дегеніміз бұл иммунитет біз дүниеге келгеннен кейін пайда болады. Яғни біздің ағзамызға дүниеге келгеннен кейін инфекция түседі, жаңағыдай бөгде заттар түседі. И сол бөгде затқа қарсы пайда болған иммунитетті біз жүре пайда болған иммунитет деп айтады екенбіз. Бұның өте маңызды қызметі бар. Не үшін бұлай бөлінгені туралы қазір видео соңынан түсінесіздер. Жалпы қазір сіздер қарап, тыңдап түсініп отырсаңыз жеткілікті. Қараңыздар. Туа пайда болған иммунитет беспецификалық немесе көбіне орысша айтқан ыңғайлы неспецифический деп айтылады. Арнайы емес. Бұл не үшін бұлай айтылады? Туа пайда болған себебі бұл иммунитет белгілі бір антигенге арнайы иммунитет қалыптастырмайды. Барлық бөгде затқа бірдей жауап беретін иммунитет. Сосын сол себепті беспецификалық дейді, яғни спец емес бір сөзбен айтқанда, кеттік. Туа пайда болған иммунитет не кіреді? Ең бірінші механикалық барьерлер. Тері, шырышты қабат, көз жасы, сілекей сынды компоненттер біздің механикалық қорғаушы жүйеміз. Яғни біздің мемлекеттің сыртында не бар? Мемлекет сыртында қорғаушы, шекараны қорғап тұратын бір нелер бар да, жаңағыдай қабырғалар. Сеткі болады, әртүрлі болады. Сондай қабырға ретінде қарастырсақ болады. Содан ешкім өте алмайды ішке қарай. Мысалы, біздің теріміз бар, теріміздің эпителий қабаты, эпидермис қабаты. Сол арқылы сырттан түскен инфекция бөгде зат кіре алмайды. Екінші, біздің терімізбен жабылған аймақтарымыз бар. Көз, ауыз, мұрын деген сияқты жыныс жолдар тағысын тағы. Ол жерде шырышты қабат бар. Шырышты қабат та өз алдына сол терідей болмаса да, но қорғаныштық қызмет атқарады. Қазір оны қалай екенін көрсетемін сіздерге. Көз жасы, сілекей. Көз жасы дегеніміз көзіміздің ішінде шырышты қабат бар, ал көз жасының қызметі, бізге көзімізге бір бөгде зат түскен кезде ол бөлінеді солай. Ана бөгде затты ағызып шығарып жүру үшін. Келесі сілекей. Сілекей бұл бізде тоже дәл солай өзінің құрамында қажетті инфекцияны бөгде жоятын компоненттері бар. И солай ол, мысалы, мұрынға бірдеңе түссе, мұрыннан ағып бастайды, ауызға бірдеңе түссе, ауыздан деген сияқты әртүрлі қай жерде шырышты қабат бар, қай жерде сілекей өндіріледі, сол жерде бөгде зат түскен болса, сол бөгде затты шығарып тастау үшін өндіріледі. Бұл механикалық барьер, механикалық туа біткен иммунитеттің бір түрі. Келесі гуморальды иммунитет дегеніміз. Гуморальды дегеніміз бұл гормон емес, гумораль дегеніміз бұл қан арқылы айналып жүретін, қан арқылы келетін деген мағынаны білдіреді. Қараңыздар, ең бірінші лизоцим. Лизоцим мана айтқанымыз біздің шырышты қабаттарымызда, яғни шырышты қабат, мысалы ауыздың іші, ол тері сияқты емес қой, тері қорғалған, это понятно. Ал шырышты қабат ол қорғалмаған, шырыш, ол жерге инфекция бірден қонылады. Бірақ та шырышты қабаттың да өзіне сәл қорғаныштық бір қызметкерлер ол лизоцим. Лизоцим ол бактериоциттік, яғни бактерияның жоятын әсері бар, шырышты қабаттың құрамында болатын компонент. Түсінікті ме? Екіншісі комплемент жүйе белоктары. Комплемент жүйе белоктары дегеніміз біздің бауырымызда өндірілетін, ағзаға инфекция түскен кезде қанға шығып, сол инфекцияны жоятын белоктардың бір комплексі. Ол сол бауырда өндіріледі, туа пайда болған иммунитет. Интерферондар, бұлар да біздің ағзамызға түскен инфекциямен біріншілік кездесетін біздің қорғаныс жүйеміздің бір компоненті. Интерферон бұл біздің иммундық жасушаларымыздан лимфоцит, мысалы, дендритті клетка немесе эпителиальды клеткалардан өндірілетін арнайы белок.
біз жаңағы вирустардан қорғайды, қатерлі ісіктен қорғайтын арнайы белоктар. Бұлар да ағзаға түскен бөгделермен бірінші байланысатын белоктар болып табылады. Олар біздің иммунитетке сигнал береді, жаңағы ағзаға инфекция, вирус, бактерия түскен кезде олардың репликациясын тежейді деген сияқты бір қызметі бар. Келесі бізде гуморальды айтылды, механикалық айтылды, жасушалық. Жасушалық атайды бір жасушалық. Бұл фагоциттер. Нейтрофиль, эозинофиль деген фагоциттер бар бізде. Макрофаг жасушалары, дендрит жасушалары, олардың барлығы бізде жасушалық иммунитет. Яғни мына біздің тінімізге бір бактерия түседі, сол тінге түскен кезде сол жердегі дендрит жасушалары, макрофаг жасушалары барлығы оларды фагоцитоздайды. Олар жұтып қояды да ерітіп жібереді. Осын фагоциттер деп айтамыз сол үшін. Келесі табиғи киллер, немесе НК жасушалар деп айтады. Натурал киллер деген мағына біледі. Бұл киллерде лимфоциттердің бір түрі болып табылады. Қазір қан жасушаларын тоқталамыз, ойындамаңыздар. Бұл клеткалар не істейді? Бұл клеткалар бізде туа пайда болып келеді. Бұл жаңағы жүре пайда болғандағы сияқты таңдап жүрмейді антигендерді. Анау алдын түсті, мына антиген бұрыннан бар еді ғой деген сияқты болып жүрмейді. Ол барады да қандай бөгде түсті, білді ма бірден жойып тастайды. Жалпы бұл НК киллер өте маңызды. Қазір біз Т лимфоциттер айтқан кезде мен сіздерге бұны толығырақ түсіндіріп беремін. Қараңыздаршы, мына жерге мен не үшін жылдам деп қойдым? Жалпы бұл туа пайда болған иммунитет инфекция немесе бөгде түскен кезде жылдам реакция көрсетеді. Жылдам. Бірақ жылдам аяқталады. Түсінікті ғой? Бұл жерде бір несі, минусы иммунитет қалыптаспайды. Инфекция түсе ме, қайтадан көтеріледі. Түсе ме, қайтадан көтеріледі. Бұл себепті беспецификалық деп айтылған. Енді келесі жүре пайда болған иммунитет. Жүре пайда болған иммунитет спецификалық. Бұл сөзді көрдіңіздер ғой. Бұл сөз не? Бұл ағзаға түскен инфекцияға иммунитет қалыптастыра алады. Яғни ол келген инфекцияны танып қалады да, келесі рет келгенде оны бірден жойып отырады. Мына жақтағы сияқты қайта новыйдан жасап отырмайды ештеңе. Бір келді, танысты, келесі түскен кезде өлтіріп тастайды. Жойып тастайды. Түсінікті ғой? Спецификалық жүре пайда болған. Себебі атайды тұр ғой, себебі ағза оны туа пайда болған білмейді ғой, әлемге бірінші рет келіп тұрды. Ол туғаннан кейін барып ағзаға бірдеңе түседі, сонымен танысады, танысқаннан кейін барып тұрып, ода ағзада иммунитет пайда болады. Ол жүре пайда болған иммунитет. Түсінікті ғой? Ал бастайық. Гуморальды жүре пайда болған иммунитет. Бұл не? Бұл Б лимфоциттер арқылы антиденелердің түзілуі. Бұл туралы толық тоқталамыз. Антидене бұл сол ағзаға түскен инфекцияға түзілетін белок. Оны толық түсіндіремін. Осы белок арқылы біздің иммунитетіміз сол бөгде таниды. Келесі жасушалық. Жасушалық дегеніміз бұл Т-хелпер, CD4 деп айтады. Т-киллер жасушалары. Бұлар CD8. CD8, CD4 кейін түсіндіремін бәрін. Бастапқы мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл Т-хелпер ағзаға түскен инфекцияны танып, басқа иммундық жасушаларды, басқа иммундық клеткаларды активтейді. Ал Т-киллер болса, ол ағзаға түскен вирустарды, қатерлі ісіктерді барып жоятын, жаңағы өзінің перфорин, гранзим деген токсиндер бар, солар өндіру арқылы жойып тастап отырады. Мына жерге мен баяу деп жазып қойдым. Не үшін мына жақ жылдам, мына жақ баяу бұл. Бұл иммунитет баяу қалыптасады. Но спецификалық. Иммунитет нық болып түзеледі да. Андай ағзаға екінші түскен кезде уже болды иммунитет бар. Ағза қатты уайымдамайды. Бір ақпарат бар ғой инфекция туралы, барады оны жойып тастайды. Түсінікті ғой? Кетіп қарай жалғастырамыз. Келесі бізде иммундық клеткалар. Қараңыз достар. Мынау иммундық жасушаның түрлері. Мынаны білу керек. Бірінші болып тұр. Біз қазір мынаны түсінбесек, ары қарай түсінбейміз ештеңені. Себебі осыған байланысты бүгінгі тақырып. Жалпы иммундық клеткалар қайдан өндіріледі? Бұның барлығы сүйек кемігінен өндіріледі. Сүйектің кемігінен. Сүйек кемігінен өндірген кезде олардың аралық жасушалары бар. Жалпы сүйек кемігінде ең бірінші бастапқы клеткаларды өндіретін жасуша бұл бағаналы немесе тін жасушасы деп айтады. Ары қарай бізде бағаналы жасушалардан миелоидты жасушалар және де лимфоидты деген аралық жасушалар өндіріледі. Миелоидты жасушалардан ары қарай нейтрофиль, эозинофиль, базофиль, мес жасушалар өндіріледі. Және де моноцит, дендритті жасушалар өндіріледі екен. Ал лимфоидты аралық жасушалардан Б лимфоцит, Т лимфоциттің түрлері өндіріледі екен. Түсіндік қой, осылай жіктеп аламыз. Бұл өте маңызды. Жалпы лейкоз деген ауруларды оқыған кезде біз білеміз керек. Миелоидты білесіздер, жаңағы эритроцит, тромбоцит өндіріледі. Бұдан басқа біз енді иммунитетке қатысты айтамыз. Енді қараңыз достар. Не үшін мен бұлай бөліп қойдым? Нейтрофиль, эозинофиль, базофиль, мес жасушаларының ішінде не бар?
гранула бар. Олардың гранула дегеніміз ішінде әртүрлі медиаторлар бар, токсиндер бар, ферменттер бар. Жалпы гранула бұл көпіршік деген мағынаны береді. Визикула. Түсінікті ғой? Ал моноцит дендрит жасушаларда бұндай спецификалық, яғни арнайы гранула болмайды. Сол себепті оларды агрануляциялық жасушалар береді, ал мынаны гранулалық жасушалар береді. Бұл құрамындағы осы неге байланысты, грануласына байланысты. Түсіндік қой? Енді ары қарай бірден тоқталайық. Нейтрофил бұл бактериялық ауруларды көбейеді, бактерияларды жоюға қатысады. Екінші эозинофил көбіне аллергиялық ауруларда, екінші құрттар түскен кезде қанда көбейіп, оларды жоюға қатысады. Үшінші базофил тоже аллергиялық аурулар кезінде көп кездеседі, қабыну кезінде де кездеседі. Негізі қанда нормада өте аз болады. Келесі мес жасушалары. Мес жасушалар бұл тікелей аллергияда және де қабыну кездерінде тіндерде болатын жасуша, бірақ біздің сүйек кемігінен өндіріледі. Ары қарай ол толық піспей тіндерге таралады. Тіндерге барып жайғасып, сол жерде тіндерде толық пісіп жетеді. Содан кейін сол жерде тінде орналасып, қай жерде қабыну болады, сол тіннің айналасында орналасады, сол жерде өзінің медиаторларын бөліп, сол реакцияға қатысады. Қабыну реакциясын, аллергия реакциясын деген сияқты. Түсініп қой. Моноцит. Мына жерде мен не үшін макрофагты айтпай кеттім. Моноцит бұл сүйек кемігінен өндіріледі, бұл жас жасуша. Ол моноцит қанда айналып тіндерге барады, тіндерде макрофагқа айналады. Мен сол үшін макрофаг айтқан жоқпын. Макрофаг бұл фагоцитоз, фагоцит бар, фагоцитозаушы қабілеті бар. Ең бірінші сырттан келген инфекцияны күтіп алатын негізгі фагоциттің түрі. Келесі дендрит. Тоже макрофаг өте ұқсас. Сол екеуінің орналасуы бар түрлі. Тіндерде орналасса, мысалы дендрит қанда да жүреді, жаңағы лимфаның ішінде жүреді деген сияқты. Екеуінің орналасуына байланысты бөлінеді. Бірақ дендриттің қызметі сол фагоцитоздаушы қызмет, сол бөгде затты иммундық клеткаларға, Т лимфоциттеріне таныстыру қызметін атқарады. Бұлар грануласы болмайды. Түсінікті ғой? Жалпы негізгі механизм айтып бердім. Ары қарай енді лимфоид, яғни лимфоциттерге тоқталайық. Бұл лимфоциттер. Мынау уже миелоид жасушаларынан өндіріледі. Ең бірінші Б лимфоцит. Б лимфоцит бұл көбіне жаңағы жүре пайда болған иммунитетте болады. Бұл лимфоцит қанда өте аз деңгейде, көбіне тіндерде болады. Қабыну аллергия аймақтарында болады. Сол аймаққа барып, жаңағы сырттан түскен бөгде туралы келген информацияға байланысты өзінің антиденелерін өндіреді. Немесе иммуноглобулин екеуі бір зат. Иммуноглобулиндерін өндіру арқылы біздің иммундық реакцияға қатысады. Осы иммуноглобулин бізде қалыптасқан иммунитет негізі. Қазір оны толығырақ түсіндіремін келесі бөлімдерде. Иммуноглобулиннің Б лимфоцит өндіретін иммуноглобулиндердің түрлері бар. А, G, М, Е, Д деген. А бұл шырышты қабаттарда орналасады. G бұл созылмалы қабынулар кезінде, жалпы ағзада после инфекция еді ғой, инфекциядан кейінгі сауығу кезінде, қабыну кезінде, жалпы инфекция түскен кезде өндіріледі. Келесі М. М бұл жедел фаза, ең жылдам өндірілетін иммуноглобулиндер немесе антиденелердің түрі. Е бұл аллергия кезінде қанда көбейетін, аллергиялық патогендерге, антигендерге қарсы өндірілетін ненің түрі, иммуноглобулин түрі. Д әлі толық зерттелмеген, тоже сол инфекциялық қабынулар кезінде қанда көбейетін анықталған. Толық әлі қалай жұмыс жасайды, толық зерттелмеген. Плазмоцит не үшін айтып қойдым? Плазматический клетка деп айтады. Плазматикалық жасуша деген бар. Бұл В лимфоциттің келесі бір түрі. Б лимфоцит иммуноглобулин өндіру үшін ол плазматикалық жасушаға айналады. Плазматикалық жасуша осы антидендерді өндіреді. Өйткені сабақта, кітапта оқыған кезде плазматикалық жасуша, плазматический клетка дегенді оқып жатсаңыздар, ол Б лимфоцит. Б лимфоцит иммуноглобулиндерді өндіру үшін плазматикалық жасушаға айналады. Түсіндік қой? Ары Т лимфоциттің түрін тұтайық. Т лимфоцит бұл оның бірнеше түрлері бар. Ең біріншісі натуральный киллер, табиғи киллер жасушасы. Т хелпер, Т киллер, Т супрессор. Мынау табиғи киллер. Мынау цитотоксикалық киллер деп айтады. Цитотоксический, цитотоксикалық киллер. Т супрессор. Қызметін тоқтайық. НК киллер 100% сүйек кемігінде жетіледі. 100%. Бұл ешқандай иммунитеттің түзілгенін күтіп отырмайды. Бұл қандай патоген бар, бірден бар атака жасап жойып тастайды. Бұл көбіне вирустық клетка, мысалы вирус жасушаның ішіне ене ма, барады да оны қарап отырмайды, иммундық жүйенің түзілгенін күтіп отырмайды. Барады, жойып өлтіріп тастайды. Сол клеткасымен қосып тұр. Ал екінші қатерлі ісіктер. Ағзада қатерлі ісік пайда болып отыр ма, енді ол бөгде ғой. Бәрібір аномальный дейді ғой, бөгде ол бәрібір. Барады да бірден жойып тастайды. Осы НК киллердің арқасында, натуральный киллердің арқасында біздің ағзамызда, Аллаға шүкір, раковый процесс жоқ көбімізде.
егер мына клетка нашарлайтын болса, иммундық жүйені тежейтін препараттар ішсе, иммунитетті түсіретін заттар көп қолданатын болса, мына клетка жойылатын болса, ағзада немесе жұмыс істеп бәсеңдейтін болса, біздің ағзамызда онкологиялық процесс күшейеді. Себебі оны жойып отыратын мынау еді. Түсіндік қой? Ары қарай Т-хелпер ағзада инфекция түскені туралы басқа иммундық клеткаларға хабарлайтын негізгі Т-лимфоциттің түрі. Т-киллер бұл нағыз цитотоксикалық дегеніміз жасушаны жоюшы, бөгде заттар жоюшы, бактерия вирус жоюшы негізгі лимфоциттің түрі. Перфорин, гранзин деген токсиндері бар, өзінің өндіретін арнайы. Ежіліп ыдыратып жібереді. Т-супрессор бұл Т-регулятор деп аталады. Т-супрессордың атауы бұл қабыну процесі күшейіп бара жатса, қабыну тежейтін қасиеті бар, немесе қабынуды инфекциялық процесті реттеп отыратын Т-лимфоциттің бір түрі екен. Және мен не үшін тимус, мына жаққа не үшін сүйек кемігі деп қойдым. Қараңыздар, қазір біз келесі бөлімді талдаймыз, айта кетемін. Натуральный келер 100% сүйек кемігіне жетіліп шығады. Ал Т-хелпер, Т-супрессор, сүйек кемігінде өндіріледі, бірақ олар толық пісіп жетілмейді. Олар ары қарай тимусқа барып, айырша безге барып, ар жақта сол айырша безде толық жетіледі. Айырша без осыларды өсіретін негізгі мектеп ағзадағы. Түсіндік қой, мына 3 клетка. Көрдіңіздер ма? Мынау иммундық клеткалардың түрлері. Бұны білу өте маңызды. Ары қарай тақырып түсіну үшін, жалпы иммунитетті түсіну үшін, жалпы иммундық анализді түсіну үшін керек сіздерге. Ертең қан анализі, биохимиялық анализ көрген кезде осылардың бәрін сіз түсініп отыруыңыз керек. Не қайдан көтеріліп жатыр, не қайдан түсіп жатыр. Мысалы, көптеген қан аурулар бар, мысалы көбіне лейкоздар. Солардың түрін анықтау кезінде мына показательдер өте маңызды сіздердің білулеріңіз. Кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Келесі бізде иммундық жүйенің органдары. Жалпы иммундық жүйе органдары екіге бөлінеді. Орталық, шеткі орган. Орталық иммундық жүйе органдарына сүйек кемігі, жаңа айтқанымыз, екінші тимус жатады. Енді мен мына жерде мына жаққа өтіп кетпей тұрып тимус түсіндірімге отырса. Тимус бұл өте маңызды орган. 15 жасқа дейін өседі, 15 жастан кейін оның инволюциясы, яғни кері дамуы. 15 жасқа дейін балалық шақта өте қатты активті болып жақсы өседі. Бұл 15 жастан кейін инволюция, яғни кері дамып, ең соңында майлы тінге айналады. Енді бұл бездің қызметі қандай? Бұл бездің ішінде мына айтқанымызда Т-лимфоциттің түрлері толық жетіледі. Ары қарай бұл жетілу барысында не болады деген сұрақ бар. Бұл мектеп, Т-лимфоциттердің мектебі толық жетілу. Мысалы, мынау Т-лимфоциттердің садигі болса, мынау уже мектебі да. Түсінікті? Бұл жалпы тимустың ішінде екі түрлі жұмыс, екі түрлі бір қалай айтсақ болады. Т-лимфоциттерді өсіру кезеңі болады. Біріншісі позитивті селекция, екінші негативті селекция. Түсінікті? Жалпы тимустың ішінде екі түрлі процесс болады Т-лимфоциттерді өсіру барысында. Біріншісі позитивті селекция, екінші негативті селекция. Көрдіңіз, селекция дегеніміз бұл андай фильтрлеу ғой. Нормальнысын алып қалып, ненормальнысын лақтыру, жойып тастау деген сияқты процесс жүреді. Түсінікті? Енді қараңыздар, бұл селекция дегеніміз не? Жалпы біздің иммунитетіміз өзіміздің органмен бөгде затты қалай айырады? Мынау тимустың қызметі Т-лимфоциттерді өзіміздің ағзамыздың молекулаларымен, өзіміздің ағзамыздағы табиғи жасушалардың сыртындағы антигендермен таныстырып, бөгде антигендерді тану қабілетін жасап береді, дайындайды соған. Мысалы, бұл лимфоцит өзіміздің организмге шабуыл жасай алмайды ғой. Дұрыс па? Себебі өзіміздің ағзамыздағы антигендерді тұру керек, ол табиғи антигендер. Сол себепті осындай селекция процесі жүреді. Позитивті селекция дегеніміз, бұл не? Позитивті селекция дегеніміз тимус өзіне келген Т-лимфоциттерді алады да, олардың ішінде өзіміздің ағзамыздағы аутоантигендер бар ғой, өзіміздің әрбір клеткамыздың сыртында орналасқан антигендерді танитындарын алып алады. Тимус, тағайдан, өзіміздің ағзамыздағы жасушалардың мембранасында орналасқан табиғи өзіміздің антигендерді танитын Т-лимфоциттерді алып қалады да, танымайтындарын жібереді. Ал негативный селекция дегеніміз, бұл өзіміздің ағзадағы аутоантигендерді танымайтын, оларды жойып тастай береді. Мысалы, өзімізді антигендерді танымаса, ертең ол шыққаннан кейін оларды жойып тастайды. Осы сондай танымайтын нелерді Т-лимфоциттерді жойып тастайды. Сол үшін ол негативный. Ал мынау алып қалады, жақсы танитындарды, мынау оларды өлтіріп тастайды. Негативный сол шығады. Көрдіңіздер ғой? Осы процесс жүреді 15 жасқа дейін.
Бала не үшін 15 жасқа дейін? Себебі бала дүниеге келгеннен ол тірі қалу керек, дұрыс па? Тірі қалу үшін оның иммунитеті жақсы болу. Сол себепті тимус 15 жасқа дейін жұмыс жасайды. Енді менен де сұрақ болады. 15 жастан кейін жалпы адам 15 жастан кейін тимус өзінің функциясын атқарып болғаннан кейін жалпы адам ағзасында аутоиммунды процестер жүз бермей ме деген сұрақ туындайды менде. Себебі мысалы аутоиммунный аурулар бар ғой, ревматоид аурулар, мысалы ағзаның иммунитеті өзінің тініне шабуыл жасайды. Тимустың оған бірден бір себебі бар да, себебі 15 жастан кейін аутоиммунды аурулардың дамуына риск жоғарылайды. Себебі оларды тіл лимфоциттерді селекциялап отыратын жасушы не орган жоқ болып кетті уже, оның функциясы жоқ. Одан кейін аутоиммунды аурулар дамуына риск өте жоғары. Бірақ та мен өзімде студент кезімде андай сұрақ пайда болды да. Сонда ағзамыз идеальный деп айтамыз, ағзамыз идеальный жаратылған. Неге мына тимустың 15 жасқа дейінгі жұмыс жасауын неге есептемеген деп ойладым да мен өзім. Себебі ағза идеальный деген біздің миымызда бір ожидание бар ғой. Бәрі себебі есеппен жасалғанда. Ол сұраққа мен андай жауап таптым. Оқи келе, іздене келе мына жауап таптым. Жалпы жаратылыс бөлек, эволюция бөлек. Эволюция деген біз мысалы жаңа суда, амебия сияқты суда болдық, одан кейін барып құрылдыққа шықтық осындайда, одан кейін барып жайлап адам болдық, тікеп жүретін болдық, эволюция болып жатыр да. Осы эволюция процесінде адам ағзасында бір ғана инстинкт бар, ол көбею. Яғни түрді сақтау деген инстинкт бар. Сол түрді сақтау деген инстинкттің айналасында көбею деген инстинкттің ішінде инстинкт бар. Көбею да. Жалпы эволюциялық өзгерістер деген не? Қараңыздар. Жалпы бұл инстинкттердің тимустың жұмыста қандай маңызы бар? Жалпы біздің адам болып осы заманға дейін келуіміз осы біздің ағзамыздың тиімді жұмыс жасауына байланысты. Біздің ағзада тиімсіз жұмыс жасайтын органдардың барлығы жойылады. Дәл сондай тимус 15 жастан кейін біздің ағзамыз үшін тиімсіз орган болып саналады. Себебі біздің ағзамыздың бір ғана инстинкті бар, ол түрді сақтап қалу деген. Соның ішінде түрді сақтап қалу үшін не болады? Көбейеді. Репродуктивті органдар маңызды. Түсінді ма? Вот, адам главное сол жас кезінде көбейіп кетсе болды. Ағзаның инстинкті орындалады, мақсаты орындалады. Ағзаның басқа функциясы жоқ, біздің программа сонда денемізде жаратылысын сақтап қойған. Вот, тимус 15 жастан кейін біздің ағза үшін инстинктивді түрде керек емес, себебі тиімсіз біздің ағзамыз үшін. Себебі тимус өте көп энергияны талап етеді, мына селекцияны жүргізу өте көп энергияны талап етеді. Сол себепті біздің ағзада энергияны талап ететін қажет емес орган керек емес. Сол себепті ағзамыз тиімділікті көздеп бұл органды жойып тастайды. Көрдіңіздер ме? Бұл өте маңызды информация. Ары қарай аутоиммунды ауру дами ма, дамымай ма, ағзаға қызық емес ол. Ағзаның негізгі программасы ұрпақты өрбіту керек, түрді сақтау үшін, адам деген түрді сақтау үшін бізде тиімді жұмыс жасау керек. Түсінікті ғой? Жас кезде көбейіп алса болды. Ары қарай бізде не? Аутоиммунды ауру дами ма, бастап болып кетем, ағзаға қызық емес. Осындай мен соңына келе осындай түсінікті алдым ғылымнан. Көрдіңіз ғой? Ағза идеально жасалған, бірақ ол тиімді жұмыс жасауға идеально жасалған. Түсінікті ғой? Кеттік. Мен сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Ары қарай енді шеткі иммундық жасушалар дегеніміз не? Бұлар көкбауыр, лимфа түйіндері, мысалы аппендикс, ішек лимфоидты тіні ішектерде орналасатын. Бәрі лимфа түйіндері ғой. Валдеер сақинасы дегеніміз біздің жұтқыншағымызда орналасады. Мысалы жұтқыншақта орналасатын, аденоид безі, таңдайда орналасатын, бадамша безі, тілде орналасатын бадамша безі, эвстахи түтікшесінде орналасатын бадамша безі, сақина, аузымыздағы сақина жұтқыншақта. Инфекция түскен кезде бірден сол ұстап алады. Ішке қарай жібермей, осы сақина арқылы, валдеер сақинасында. Осылардың барлығын біз неге жатқызады екенбіз? Осылардың барлығын біз шеткі иммундық органдарға жатқызамыз. Енді қараңыз, мына орталық органдардың қызметі иммундық мынаға солдаттарды, әскерлерді өндіру, иммундық клеткаларды. Мына жақтың қызметі бұл иммундық атака болатын алаң, ұрыс болатын алаң бар ғой. Дәл сондай иммундық реакция болатын, иммунитеттің антигенмен танысу процесі жүретін негізгі алаңдар. Мысалы, лимфа түйіндерінде біздің иммундық клеткалар орналасады, оның ішіне антиген келеді, антигенмен сол жерде танысу процесі болады. Танысып, сол жерде жойылады деген сияқты соғыстың болатын алаңдары мыналар. Осылай түсінсем болады. Бұл иммундық органдар. Түсінікті ғой? Кеттік жалғастырамыз. Келесі бізде антиген презентациялаушы жасушалар. АПК деп айтылады, бұл К деген клетка. Бұл өте маңызды, жалпы иммунитет деген тақырыпты мұны білу керек. Антиген дегеніміз осы кез келген ағзаға түскен бөктеседі, вирус, бактерия болсын, раковый клетка тағысын тағы.
барлығының өзінің антигені бар. Яғни бөлек бір гені бар да, ол біздің ағзамызда жоқ ондай ген мүлдем. Сондай бір бөгде ген. Кез келген бактерияның сыртында, пептидінде, немесе вирустың пептидінде, немесе белоктары болады, олар басқаша, олар біздің ағзамызда болмаған заттар бар. Антиген деп айтады. Түсінікті ғой? Мен бір анасында тағысында әртүрлі жерлер орналасады. Қараңыздар. Бұл жасушалар, АПК жасушалары біздің ағзаға түскен антигенді біздің негізгі гуморальды иммунитетке таныстырып беретін клеткалар болып табылады. Оларға не жатады? Дендритті клеткалар, макрофагтар және Б лимфоциттер. Осы клетка ағзаға түскен антигенді барып танып, олар туралы ақпаратты олар жұтып алады да, жұтып алып оларды ыдыратады, фагоцитоздап ыдыратады оларды, ыдыратып болып тұрып оларды әрбір амин қышқылдарын ыдыратқаннан кейін оның антигенін алады да, сол антиген бойынша информацияны CD4 Т-хелперға жібереді. Т-хелпер қазір ары қарай не істейтінін мен келесі бөлімде айтамын, соңына қарай. Т-хелперға береді. Т-хелпер ары қарай бүкіл иммундық процесс жүргізіп береді. Но мақсат Т-хелперға мыналар болмаса ешкім антиген таныстырып бере алмайды. Түсінікті ғой? Міне, осы АПК жасушалар арқылы Т-хелпер ағзаға түскен антиген туралы ақпарат алады. Ол қандай антиген, оның құрамында не бар деген сияқты бүкіл ақпаратты алады. Енді қараңыздар, мына жерде не үшін мен қызылмен белгілеп қойдым? Дендритті клетка бұл өте күшті антигенді презентациялаушы. Презентация деген достар осы міне. Т-хелперға көрсетіп жатыр, ақпарат беріп жатыр, соны презентация деп айтамыз. Дендритті клетка ең күшті презентациялаушы антигенді жасуша болып табылады. Мына екеуіне қарағанда. Түсінікті ғой? Сол үшін мен оны қызылмен белгілеп қойдым. Енді үшеуі де бірдей, не үшін ол біреу болса жетпей ма деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Енді оларды қараңыздар, мына жерге қарасаңыздар түсінесіздер. Теріде Лангерганс жасушалар деген бар. Осы Лангерганс жасушалар дендрит жасушаларының екінші атауы. Ол теріде орналасады. Теріге түскен антигендерді таныстырып беріп отырады ағзаға. Лимфа түйіндерінде болады. Және шырышты қабаттарда орналасады екен. Жаңағы тыныс алу жолы болсын, кез келген шырышты қабатта дендрит клеткалар орналасады. Келесі макрофаг. Макрофаг бұл бізде дәнек ертіндерде, бұлшық, мысалы сүйек деген сияқты, бауыр деген сияқты дәнек ертіндерде орналасады. Көк бауырда орналасады, талақта, және лимфа түйіндерінде кездеседі. Ал Б лимфоцит көбіне қанда болады, және де лимфа түйіндерінде болады. Көрдіңіз бе? Локация әртүрлі. Түсінікті ғой? Міне, бұл негізгі антиген презентациялаушы клеткалардың қызметі айтады ғой. Антигенді Т лимфоцитке таныстыру. Ары қарай Т лимфоцит не істейтінін мен қазір соңына қарай айтатын боламын. Сабақ қазір жалғасады, еш уайымдамаңыздар. Мен сіздерге мына ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Жалпы иммундық жүйені көрдіңіздер. Бұл жалпы қалыпты иммундық жүйенің жұмысы. Бізде жалпы физиология, биохимия, патофизиология, фармакологиясында менің жеке авторлық курстарым бар. Сол курстарда иммундық жүйені ары қарай тереңірек қарастырсаңыз болады. Мысалы, физиология курсының қан тақырыбында осы иммундық жүйедегі лейкоциттердің лейкоцит формуларын тереңірек біле аласыздар. Немесе басқа да жүйенің тақырыптарын деген сияқты. Биохимияда иммуноглобулиндерді биолог деңгейде түсіне аласыздар. Патофизиологияда иммундық жүйемен байланысты кез келген патологияны, аллергия, қабыну, аутоиммунды ауру барлығын біле аласыздар. Ол тек қана бір тақырып біздің курстағы. Ал фармакологияда болса иммуномодуляторлар мен иммунодепрессанттар туралы тақырыптарды біле аласыздар. Яғни иммунитетті тежейтін және қоздыратын препараттар деген тақырыпты біле аласыздар. Жалпы бұл курстардың барлығы универдегі базалық фундаменталды сабақтар. Бұл сабақсыз сіз ешқандай мамандыққа ары қарай кете алмайсыз. Осы себепті мен сіздерге осы курстарды оқуға шақырамын. Толық ақпарат алу үшін біздің төмендегі описаниедағы сілтемеге өтіңіз. Келесі гистосайкестік. Бұл бүгінгі видео сабақтың ең маңызды жері. Жақсылап тыңдаңыздар. Гистосайкестік дегеніміз не? Біздің иммундық жасушаларымыз, біздің қалыпты жасушаларымызды бөгде жасушалардан қалай айыра алады деген сұрақтың жауабы бұл. Түсінікті ғой? Бұл өте маңызды. Жасап қараңыздар. Енді жалпы гистосайкестікті HLA немесе MHC деген қысқа сөздермен көп кездесесіздер. Осыны көрсеңіздер, бұл гистосайкестік уже. Бұл сөз деген қандай мағынаны білдіреді? HLA бұл Human Leukocytes Antigens деген мағынаны білдіреді. Ал MHC дегеніміз бұл бізде Major Histocompatibility Complex деген мағынаны білдіреді. Бұл ағылшынша расшифровка. Енді қараңыз. Негізі MHC бұл жалпы омыртқалы жануарлардағы гистосайкестікке қойылған, ал HLA дегеніміз соның адамдағы қойылған аты. Адамдағы гистосайкестік деген мағынаны білдіреді. Қысқаша айтқан кезде. Екеуі бір ұғым, екеуі де бір зат. Тек HLA деген адамдардағысын ғана көрсететін, жануарларға көрсететін гистосайкестіктің бір атауы. Түсіндік қой? Жалпы бұл MHC немесе HLA дегеніміз не? HLA бұл достар молекула. Биология көмірсуы бар молекула бұл.
Бұл молекула біздің жасушаларымыздың сыртына, жасуша болатын болса, соның әрқашан жаңарып отыратын, жасушаның ішінен сыртына шығып отыратын молекула. Оның қызметі жасушаның ішіндегі ақпаратты біздің иммунитетке таныстыру. Бұл не үшін маңызды, достар? Бұл бізге маңызды, егерде вирус, немесе бір раковый клетка жасушаның ішіне енеді ғой, ішінде болатын процесс қой. Яғни жасушаның ішінде ДНК-ның бір өзгерісіне байланысты бір аномальды белок, аномальды пептид, мысалы вирустың пептиді, немесе қателестер кезінде пайда болады аномальды белоктардың бар екенін көрген кезде біздің жасушаның ішінде болатын эндоплазмалық тор өзінің арнайы белоктарын өндіреді, антигендерін. Сол белокқа біздің HLA молекуласы қосылып, ол жасушаның мембранасына жіберіледі. Мембранасына жіберіледі, сол кезде мембранада бұрынғы HLA немесе MHC молекуласы ауысады жаңасына. Бұл не? Бұл біздің сырттағы иммундық жасушаларымызға жасушаның ішінде болып отқан жағдай таныстырады. Жасушаның ішінде бірдеңе бар, алдын оны жоқ дейді, бірден соны таныстырады. Таныстырған кезде біздің иммунитет барады да оны жойып тастайды. Көрдіңіздер ғой? Бұл өте маңызды, өте маңызды. Енді қараңыз, достар. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл антиген, егер жасуша ішінде барлығы нормальный болса, ол іштегі заттың нормальный екенін көрсетеді сыртқа шығып. Сол кезде иммунитет оған тиіспейді. Егер де бұл іште бір патология, немесе аномальный бірдеңе болатын болса, ол бірден барады да молекула соған қосылады, эндоплазмалық тор оған жасап береді соны. И барып соған қосылады да антигенмен барып мембрананың сыртына шығарып береді. Иммунитет қараңды, ана жақта бірдеңе болады деген сияқты. Иммунитет барады да оны жасуша болса жасушаны жойып тастайды, жасушаның ішінде болатын болса оны ішіне жасушасымен қосып, біздің қалыпты жасушамызбен қосып жойып тастайды. Жасушаның сыртында болса тек бактериямен барып жойып тастайды. Жалпы микробиологияда бактериялар екі түрге бөлінеді, орналасуына байланысты. Жасуша ішілік интрацеллюлярлы, жасуша сыртылық экстрацеллюлярлы болып. Жасуша ішілікке мысалы хламидия, туберкулез бактериясы, мысалы сальмонелла деген сияқты. Ал жасуша сыртылыққа көбіне стафилококктар, стрептококктар, эшерихия коли деген сияқты бактериялар жатады. Ол жасушаның сыртында жүреді. Ал мына ішіне кірген кезде жалпы біздің иммундық реакция екі түрлі жұмыс жасайды. Жасушаның ішіндегі вирус бактерияға бөлек реакция, жасушаның сыртында жүретін бактерияларға, бөгдестарға басқаша реакция болады. Осыны қазір түсінесіздер не үшін болғанын. Егер де жасуша ішілік патология болатын болса, яғни вирус, рак, екеуі жасуша ішілік қой, интрацеллюлярлы болатын процесс. Осы жағдай кезінде, яғни жасушаның ішіне вирус кіріп кеткен кезде, мысалы раковый процесс пайда болған кезде, бізде ол жағдайда жасуша ішіндегі MHC молекуласы, именно MHC1 молекуласы түзіліп, эндоплазмалық тордан шығып, мембрананың сыртына шығады да, мембрананың сыртына шығып, MHC1 CD8, яғни Т-киллерге сигнал береді. Яғни MHC1 тек қана Т-киллермен байланысалады. MHC2 тек қана CD4 Т-хелпермен ғана байланысалады. Көрдіңіздер ғой? MHC1 мембранаға шығатын болса, ол бірден біздің Т-киллер деген лимфоциттің түрі бар, онымен бірден байланысады. Бірден бар, оны көреді. Себебі сонымен ғана байланысады. И Т-киллер білесіздер, ол цитотоксикалық бастайтын нәрсеге. Барады да, ол бірден біледі, MHC1 шыққаннан кейін, демек, жасуша ішінде бірдеңе бар, жасуша ішінде бірдеңе дұрыс емес уже. Барады да, Т-киллер бірден жойып тастайды. Бірден өзінің цитотоксикалық әсерін көрсетіп, перфорин гранзимін өндіреді, сол біздің қалыпты жасушаның ішінде бірдеңесі бар, аномальный бірдеңесі бар жасушаны бірден өлтіріп тастайды. Бұл жасуша ішілік интрацеллюлярлы бактерия немесе аномальды зат болған кезде, бөгде зат болған кезде иммундық реакцияның болатын түрі. Түсіндік қой. Енді экстрацеллюлярлы жасуша сыртылық процесс болған кезде қандай болады? Мысалы бактериялар түскен кезде. Көпшілік бактериялар жасуша сыртында болады, ішінде де болады, но бір қараңыздар. Жалпы ағзаға бактерия түскен кезде оны бірден, ол бактерияны бірден анықтап алатын, бұл бактерия туралы иммунитетке информация беретін бұл MHC2. MHC2. Ал MHC2 мынаумен байланыса алмайды. MHC2 Т-хелпермен байланысады. CD4 дегеніміз Т-хелпер, мынау Т-киллер. Түсінікті? Т-хелпермен байланысады. Ал Т-хелпер арада не істейді? Т-хелпердің түрі бар. Т-хелпер 1, 2, 17 деген. Түрлері
бірден MHC2-ні таниды, одан кейін барып не істейді? T-helper деген аның түрі достар. T-helper бір макрофагты активтейді, антиген презентациялық жасушаларды активтейді. Біріншісі макрофагты активтейді. Макрофаг ары қарай CD8 T-киллерді активтейді. Солай олар шақырады осы жерге. Мына бактерияның қасына шақырады. T-helper екінші тип. Бұл бета Б лимфоциттерді активтейді. Б лимфоцит өзінің антигендерін өндіреді. Келесі T-helper 17. Ол нейтрофилдердің сол жерге хемотаксис дейді ғой, сол жерге шоғырлануын тудырады. Көрдіңіздер ғой? Міне, екі түрлі иммунитет, екі түрлі молекула, MHC молекуласы, екі түрлі жолмен ағзада иммундық реакция шақырады. Көрдіңіздер ме? Міне, бактерияда басқаша, вирус ракта басқаша. Әрине, манағы жасуша ішілік, мысалы туберкулез бактериясы кезінде, жасуша ішілік болады. Я, ол кезде проблема жоқ. Бактерия түсті ма, MHC активтенеді, мынаны шақырып береді по-любому бізге. Мынаны шақырып бергеннен болды, ол жасуша ішінде болса, T-киллер барады, оны жойып тастайды. Көрдіңіздер ғой? Міне достар, осы гистосайкестіктің арқасында біздің иммундық жүйелеріміз не істейді? Иммундық жүйелеріміз өзіміздің сау, өзіміздің ауто дейді ғой, өзіміздің жасушалардан бөгде заттарды айыра алады. MHC молекулалар арқылы. Көрдіңіз ба? MHC1, MHC2. Түсінікті ғой? Енді бір қызық жағдай бар. Мына қатерлі ісік, рак болсын да, жалпы инфекциялардың түрлері. Осы MHCI молекулалардың экспрессиясын, олардың яғни жасалуын, олардың шығарылуын тежей алатын бір қасиеті бар. Сол тежей алу қасиетіне байланысты біздің иммундық жүйеден қорғанады. Себебі мынау өндіріліп жасушаның сыртына шықпаса иммунитет білмейді ғой. Вот дәл осылай мынаны тежейтін раковый клеткалардың және вирустардың түрлері бар, қасиеттері бар сондай бір. Енді оларда выживание ғой, өмір сүру керек та. Вот осындай қасиеті бар. Түсінікті ма? Ондай жағдайда біздің не істейді, біздің иммунитет оны байқамай жүре береді. Немесе NK-киллер келіп жойып тастауы мүмкін. Себебі NK-киллер ол MHC1, MHC2-ге қарап отырмайды. Байқадым бірден жойып тастайды. Сондай қасиеттер. Но NK-киллерді байқамай қалатын болса, не істейді? Ары қарай біз оны иммунологиялық жолмен емдейміз, иммунотерапиямен. Осы MHC1 немесе MHC2-ні тежейтін факторларды, раковый процесс болсын, вирус болсын, өзінің бір факторы бар ғой, соны тежейтін. Сол факторды тежейтін бір препараттар, яғни терапия тағайындайды. Сол фактор тежеген кезде MHC-ның экспрессиясы, яғни өндірілуі теженбейді. Бізде осындай иммунотерапияның түрлері бар. Бұл уже терең көрдіңіздер ғой. Ал енді бүгінгі видеоның соңғы бөліміне де келіп жеттік. Жалпы қазір енді сіздер жалпы иммунитет бойынша түсінікті алдыңыздар. Енді нағыз иммундық реакция қалай жүреді, мен сіздерге көрсетпейін. Мына жерде мен 5 кезеңге бөлдім алғашқы иммундық реакцияны. Ең бірінші ағзаға антиген түскен кезде вирус, бактерия паразит. Маңызды емес. Главное, антиген түсті. Антиген түскен кезде ең бірінші болып іске қосылатын бұл біздің туа пайда болған иммунитет. Ең алғашқы жауап беретін иммунитеттің түрі сол. Туа пайда болған иммунитет жауап береді. Ол қалай? Ең бірінші болатын антигенмен ағзаны таныстыратын, немесе ең бірінші иммундық атака болатын жер бұл фагоцитоз. Яғни ағзаға түсті, ана теріні айтпағанда ба, тері шашты айтпағанда, ағзаға түсті, бірден оны біздің фагоциттер күтіп алады. Ол не? Макрофаг, ол дендрит, ол нейтрофиль. Күтіп алады, оны бірінші болып тұрып фагоцитозды ұтып алады. Бір. Ары қарай бұл макрофаг болсын, дендрит болсын, ары қарай не істейді? Бүкіл ағзаға сигнал береді. Сигналды қалай береді? Бұлардың сигнал беруі қабынудың басталуы. Қабыну бұл патофизиологияның тақырыбы, қысқаша айтамыз тек қана. Қабыну, яғни макрофаг болсын, дендрит болсын, барлығы өзінен цитокиндерді өндіреді, интерлейкиндерді өндіреді. Бұл цитокин дегеніміз молекула, ағзадағы иммундық жүйеге сигнал беретін молекулалар. Немесе манағы меш жасушалар өздерінен гистамин деген медиаторлар өндіреді, ферменттер, токсиндердің барлығын өндіреді. Яғни бұлардың қызметі бүкіл ағзаға сигнал беру. Бүкіл ағзаға мына жақта бірдеңе болады деп шақырады барлығын. Содан бізде қабыну деген зат басталады. Міне, осы қабыну өндіріліп бастаған кезде, мысалы интерлейкин, интерлейкин деген макрофагтан өндіріледі. Мына антиген түскен кезде интерлейкин бар тұрып біздерге бір үлкен мысал, температура көтеріледі. Мына кезеңде температураның көтерілуі бұл лихорадка деп айтады патофизиологияда, үлкен бір тақырып патофизиологияның ол. Бізде көбісі былай ойлайды. Температура көтеріліп жатыр, оны түсіруім керек деп ойлайды достар. Температура бұл иммундық реакцияның болып жатқанын көрсететін көрініс. Міне екінші саты, үшінші саты кетіп жатыр деген сөз ол. Температура. Температура не үшін көтеріледі? Ол уже көтеріліп жатыр деген сөз ағзаға түскен инфекцияға, бактерияға
қолайсыз орта жасап жатыр. Сол үшін адамның температурасы көтеріледі. Бізде барады барлығы температураны түсіре береді. Біз температураны түсірсек, иммундық реакцияны, қабыну деген реакцияны тежеп тастаймыз. 38-де 5-ке дейін күту керек температура. Одан көтеріліп барса әрине түсір. Бірақ 38-де 5-ке дейін тиіспе оған. Түсінікті ма? Вот. Мына кезде болады сол температура. Клиниканы айтып жатқан жоқ, мен қазір тек қана механизм айтып жатырмын. Вот осы. Қалтырау сол барлығы лихорадканың тақырыбындағы заттар. Ары қарай бізде интерферондар бөлінеді. Интерферон мен сізге ең алғашында айттым, бұл вирусқа түскен кезде өзіміздің жасушалардан өндірілетін эпителий жасушасы болсын, басқа жасушалар, иммунды жасушалар, олардың барлығынан интерферон өндіріледі. Бұның қызметі ағзаға мысалы вирус түсетін болса, сол вирустан өзіміздің клетканы қорғау. Сол вирустың репликациясын тежеу арқылы, яғни көбеюін тежеу арқылы біздің клеткаларды қорғайды. Интерферон қызметі сол. Бұл уже 4-ші кезең. Ең соңғы 5-ші кезең туа пайда болған иммунитеттің бұл натуральный киллердің активтенуі. Натуральный киллер қарамайды, олар маңызды емес, ол жаңа антиген түсіру қызық емес. Баратта натуральный киллер не істейді? Бірден жасуша ішіне кірген вирус болсын, раковый процесс баратта сол тірі жасушамен қосып жіберсек, өзіміздің жасушамызды жойып бар. Себебі жасушаның ішінде антиген бар. Жасушаны жойып тастаса бәрінен құтылады. Міне, ең соңында натуральный киллер қосылады. Вот, ең бірінші біздің иммундық реакцияның даму механизмі осылай. Көрдіңіздер ма? Бұл бізде бірінші иммундық жауап, яғни туа пайда болған иммундық жауаптың көрінісі. Бұл бірінші болып тұрып ағзаға антиген түскен кезде қосылады. Бұл процесс бірінші қосылады және жылдам дамиды. Несіге бастап кеттім, жылдам болатын процесс туа пайда болған иммунитеттің реакциясы. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Келесі бізде екінші иммундық жауап. Бұл енді жүре пайда болған иммунитеттің жауабы болып табылады. Бұл енді уже жүйелі ұзаққа созылады, мана көргендеріңіздей. Ең бірінші фаза АПК жасушаларының MHC молекуласын өндіру. Ана жақта көрдіңіздер, АПК макрофаг бар, дендрит бар, барлығы антигенді қабылдады. Енді олар MHC2 белогын өндіреді. MHC1 белогын өндіреді. Қараңыздар, бұл бірінші фаза кетті. Екінші фаза MHC егерде антиген қалыпты ядролық жасушалардың ішінде болатын болса, MHC1 молекуласы мембранаға шығады. Ал 2 болса, егерде АПК жасушалардың ішінде болса антиген, ол кезде MHC2 АПК жасушалардың, яғни дендрит макрофагтан сыртына шығады. MHC1 шығатын болса, Т-киллер активтенеді. MHC2 не болса, шықса, Т-хелпер активтенеді, CD4. Енді қараңыздар, енді Т-киллер баратта жасушаны өлтірседі. Т-хелпер ары қарай ағзаға сигнал береді. Қарай, гуморальды иммунитетке сигнал береді. Т-хелпер баратта Б лимфоцитті активтейді. Сол кезде Б лимфоцит плазмалық, немесе плазматикалық жасушаға айналады. Плазматикалық жасуша, міне, плазматикалық жасуша. Ары қарай плазматикалық жасуша иммуноглобулиндерді өндіреді. Міне, интерлейкин А, Л, М, А, Ж деген сияқты түрлерін өндіреді. Енді сол бөлінген түскен антигенге байланысты плазматикалық жасуша өзінің антигенін өндіреді. Антидене иммуноглобулин бір зат екеуі. Мына жерде бір ақпарат жазып кеткен, қараңыздар. Егерде Б лимфоциттен АПК жасушасына кіреді ғой, Б лимфоциттің өзі де антигенді қабылдай алады, бірақ дендрит сияқты емес. Қабылдайды, андай арасынан барлығын теріп алады, ол өзінің қабылдайтын антигендері бар. Соны қабылдап алып, ол информацияны дәл осылай манағы CD4-ке береді. CD4 лимфоцит, яғни Т-хелпер қайтадан Б лимфоцитті активтейді. Сол кезде Б лимфоцитті Т-хелпер активтеген кезде ғана барып тұрып, ол плазматикалық жасушаға айналады. Оның дифференциация деп айтамыз, айналуын. Плазматикалық жасушаға айналғаннан кейін барып тұрып, ол антидене өндіреді. Антидене деген сияқты бұл осындай рецептор сияқты, немесе қазақша Ö сияқты өнім. Плазматикалық жасушаны өндіретін. Бұның қызметі не? Бұның қызметі фагоцитозды күшейту. Фагоцитоз қалай күшейтеді? Мысалы, қараңыздар, антиген, бактерия, вирус тағысын тағы. Бұл антигеннің сыртына плазматикалық жасушадан өндірілді ғой, енді манағы не? Антидене өндірілді. Антидене қалай ол барып тұрып антигенге барып байланысады? Міне достар, бұл жерде қызық информация. Мына жерде АПК не ол? Антигенді презентациялаушы. Ағзаға қандай антиген түскенін Т-хелперға айтады. Т-хелпер ол информацияны Б лимфоцитке береді. Б лимфоцит плазматикалық лимфоцитке айналып, ары қарай не істейді? Иммуноглобулин береді. Яғни осы ағзаға түскен антигенге байланысты бізде спецификалық, яғни дәл сол антигенге қарсы бізде не түзілді? Антидене түзілді. Ол басқа антигенге әсер етпейді бұл. Тек қана өзі қандай антигеннің ақпаратынан түзілді, сол антигенде ғана бұл отырады. Тауып алады, ағзаға түссе тауып алады соны. Көрдіңіздер ғой? Баратта өзінің негізгі антиген иммуноглобулин немесе антиденені тауып алады да, үстіне барып фиксация болады, үстіне барып отырады былай.
үстіне барып отыруындағы мақсат не? Отыруындағы мақсат фагоцитозды жақсарту. Фагоцитозды жақсарту дегеніміз бұл метка достар. Мысалы, бактерия түсті ма, мына антиген ағзаға екінші рет түсетін болса, біздің иммунитет қайтадан осымен қалыптастырады, иммуноглобулинді өндіреді, и өндірген кезде біздің иммунитет ана антигенді оңай фагоцитоздай алады. Бұл фагоцитозға көмектеседі бізге. Себебі міне қараңыздар, мына антигеннің өзіне қарағанда макрофагқа антигенді оңай тезірек таныстырып бере алады. Себебі макрофаг оны бірінші рет түсіп тұрған антиген манағы екі жолдан жүру керек, ана жақта бірінші бөлінеді, сосын бәрінен жүру керек та. Ал антиген болатын болса, оны бірден таныстырып береді, оны бірден жойып тастай қояды. Көрдіңіздер ме? Антигеннің мақсаты сол, фагоцитозды жақсартып береді. Екінші бейтараптандыру. Антидененің тағы бір қызметі ол осы түскен бактерия, вирус болсын, немесе олардың токсинін бейтараптап береді. Немесе залалсыздандырып бере алатын қасиеті бар. Үшінші, комплементті жүйені айтып кетті. Комплементті жүйе деген бұл патофизиологияның қабыну тақырыбында тереңнен ашылады. Бүгінгі тақырыптың ақпараты емес бұл негізі. Комплемент жүйе бауырдан өндірілетін бірнеше белоктардан құралған иммундық комплексті белок. Комплекс деп тұрған сол комплементті жүйе. Бірнеше белоктардан құралған комплекс. Бұл да тоже жасушаларды өлтіруге, жасушалардың мембранасын тесуге өте ыңғайлы, немесе фагоцитозды күшейтуге өте ыңғайлап жасап беретін белоктардың комплексі. Антиденелер осы жүйені активтеп береді. Антиген үстіне барып отырып, антиденнің комплекс құрған кезде біздің бауырдағы комплементті жүйе активтеніп осы жерді барып тұрып, осы бактерияны барып тұрып жойып тастайды. Барады да осы жерге барып, оның порасын тесіп, оны жарып тастайды. Осындай қасиеті бар. Көрдіңіздер ғой? Антиденнің қызметі осы достар. Көрдіңіздер ма? Келесі 5-ші этап бізде бұл Б лимфоциттердің жат клеткаларына айналу, яғни память. Жат клеткаларына айналуы. Яғни, ағзада бұл антиген жойылды, кетті ары қарай, бірақ ағзада иммунитет қалыптасу дегеніміз міне. Бізде манағы антигеннің ақпараты сақталды уже. Ағза біледі уже қандай антидене өндіру керек екенін. Ол антиген екінші рет ағзаға түскен кезде міне біздің Б лимфоциттің жат Б лимфоцитте ақпарат бар ол туралы. Барады бірден антидене өндіреді, екінші рет түскен кезде антидене өндіргеннен бірден ол антигенді бірден біздің иммунитетіміз фагоцитозды жойып тастайды. Манағыдай екі түрлі иммунитеттің бәрі қосылу шарт емес ол өзі. Қатты бір көрінбейді ол ше, бірден бар жойып тастайды болды. Ал егер бірінші рет түсіп тұрған болса, міне манағыдай біріншілік туа пайда болған иммунитет қосылса, одан кейін барып жүре пайда болған, одан кейін барып тұр бұл жойылады да мысалы. Көрдіңіздер ғой? Вот достар, жат клеткасы қайдан пайда болды? Мына плазматикалық клетка ары қарай жат клеткасына айналады. Дифференциация. Көрдіңіздер ғой? Ауыса берді Б клеткасы мынаған ауысты, одан кейін ары қарай мынаған жат клеткасына ауысты. Енді мен сіздерге мына жерде айтқым келіп тұрғаны вакцинация. Өкінішке орай, халықты былай алып тұрайын, біздің медиктердің арасында балдарына вакцина салдырмайтындар бар. Мысалы қараңыздар, мен бұған қарсымын. Ол салдырмауға қарсымын. Вакцинацияның қызметі біздің ағзаға түсетін осындай вирус, бактерияларға қарсы осындай иммунитетті қалыптастырып қою. Вакцинаның бірнеше түрлері бар. Живой вакцина, тірі вакцина. Ингибирленген немесе инактивацияланған вакцина, яғни әлсіретілген вакцина, немесе субединициялық вакцина, анатоксиндік вакцина деген сияқты вакцинаның түрлері бар. Бізде қорқатынымыз тірі вакцина және ингибирленген вакцина. Бірақ олардың да барлығы ағзаға түсетін қауіпті бактериялардың, вирустардың әлсіретілген формасы. Гендік инженериямен жасалған вакциналар олар. Ағзаға болашақта түсу қаупі бар бактерия, вирустардың әлсіретілген ағзаға зиянын тигізбейтін түрлері. Ол бактерияда, вируста главный антиген бар. Антиген. Біздің мақсат сол болашақта біздің ағзамыз үшін қауіпті болып табылатын бактерияның, вирустың антигеніне қарсы антиденені жасап алу. Цель. Вакцинацияның целі сол мақсаты. Міне, бізге мынау керек. Соған қарсы памятты жасап алсақ болды. Ары қарай бізге ештеңе керек емес. Ары қарай ол инфекция түссе көрдіңіздер, барады да ана процесс қосылмайды, барады да жойып тастайды оны. Ағзада клиника болмайды қатты. Көрдіңіздер ме? Вакцинацияның мақсаты осы достар. Түсінікті ғой? Мына түрлеріне келетін болсақ, тірі вакцина бұл. Бактерия әлсіретілген, ингибирленген деген, әлсіретілген, одан сайын әлсіретілген инфекция немесе бактерияның түрі. Ал субединициялық, анатоксиндік вакциналардың түрлері олар тек қана мына часті ғана бактерияның часті болады, антигендік часті аймағы. Сол аймақтан жасалатын вакциналар. Көрдіңіздер ғой? Вакцинация сол үшін бізге жасалу керек, коллективті иммунитет қалыптасу үшін.
Себебі біздер жарты салды, жарты салдырмайды. Мысалы 2023 жылғы статистикаға қарайтын болсақ, кордан қайтыс болған балалардың 60%-ы вакцинация алмағандар. Ойлаңыздаршы, осыны түсінбегеннен кейін біздің халық андай дезинформацияларға сеніп қалады. Осыны біз түсіндіретін, міне бірінші орында мен бастап бердім медик ретінде. Міне түсіндірдім. Енді әрине ол барлығын бірден түсіндіру ол қиын да. Адекватны біздің халықтың арасында адекватны адамдар болса, көріп түсінуге болады. Немесе сіз медик ретінде осыны түсіндірсеңіз болады. Адамдар түсінеді түсіндірсең. Главное оңай түсіндіру. Мен сіздерге барынша түсіндіруге тырыстым бүгін. Енді оны сіздер оңайлатып халыққа түсіндірсеңіздер өте әдемі болады. Менің де мақсатым, сіздердің де мақсатыңыз орындалады. Бізде коллективті иммунитет қалыптасып, инфекциялық аурулардың шектелуіне, болмауына біз кедергі жасай аламыз. Вот достар, осылай бүгін енді мен сіздерге керемет бір реклама жасағым келіп отыр. Бізде патофизиология деген курс бар. Патофизиология курсында дәл осы иммундық реакцияның тек қана біз физиологиясын айтып қойдық қой. Біз патофизиология курсында осының патофизиологиясын айтамыз, патологиясын уже. Қабыну кезінде қандай патология, мысалы, кез келген итпен аяқталатын бронхит, пневмония, танзилит деген сияқты, пилонефрит бүкілі қабынумен жүреді. Ал қабыну осы реакциялармен жүреді. Комплиментті жүйе деген сияқты. Соның барлығымыз патофизиология талдаймыз. Аллергиялық реакция, бүкіл анафилактикалық шоктың түрлері, крапивница, барлығы аллергиялық реакция осы иммундық жүйемен байланысты. Мен сіздерге физиологиясын түсіндірдім, бірақ оның патологиясын түсіндірген жоқпын. Біздің патофизиология курсында осы ақпараттарды біз тереңнен қарастырғанбыз. Ары қарай бұл процестер қалай жүретінін көрсеңіздер болады. Жаңағы жылдан пайда болатын аллергиялық реакция, баяу пайда болатын аллергия, оның барлығын біз сол курсты талдағанбыз. Төменге мен ассистентімнің сілтемесін қалдырамын. Соған жазыңыз, ақпаратты алыңыз. Патофиз курсында басқа да тақырыптар бар, тек қана иммундық жүйеге қатысты емес. Барлығын қарап, қатысып өзіңіздің біліміңізді жасаңыз болады. Бұл тек қана норма. Ары қарай сізге келесі деңгей бұл патофизиология уже. Түсінікті? Назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі видео пайдалы болған болса, міндетті түрде мына видеоны достарыңызбен бөлісіп, коллегаларыңызға бөлісіңіздер, алған біліміңізді халыққа жариялаңыздар. Түсінікті? Назарларыңызға көп рахмет тағы бір рет. Келесі видеоларда көріскенше, мына видео сіздерге және біздің қазақ халқына көмектесетін болса, менің мақсатым орындалды.